Тау-кен металлургия кешені Қазақстан экономикасындағы басты салалардың бірі. Еліміз вольфрам қоры бойынша әлемде жетекші орын алады. Уран мен хром кенінің көрсеткіштері екінші орында. Қазақстанда Менделеев кестесіндегі 105 элементтің 99-ы зерттелген. Басты мақсат шикізатты ел ішінде максималды түрде өңдеп, келесі сатыға өту. Қара және түсті металлургия экономиканың басым бағыттары. Шетелдік капиталды елімізге тарту үшін Казах Инвест ұлттық компаниясы халықаралық консалтингтік компаниясымен бірлесе, құрамына 40-тан астам инвестициялық ұсыныстар енген әлеуетті жобалар топтамасын жасады. Жаңадан қабылданған Тау кодексінің арқасында еліміз инвесторлар үшін бүгінгіден де қызығырақ болып отыр. Ол әлемде ең үздік саналатын батыс австралиялық үлгіге сай келеді, әрі рұқсаттама процедураларын жеңілдетеді. Бүгінде Қазақстанның Тау-кен металлургиялық кешенінде 650-ден астам кәсіпорын жұмыс істейді. Рио Тинто, ArcelorMittal, Polymetal және тағы басқа әлемнің үздіктері еліміз ұсынған тиімді шарттарды өз деңгейінде бағалап отыр. Шексіз мүмкіндіктер мекені Қазақстанға қош келдіңіз.